Мына ғажайып дүние өзінен өзі жаратылуы мүмкін бе? Мына планетадағы тіршілік өзінен өзі жаратылуы мүмкін бе? Деп сұрақ қояды дағы діндар адам өз сұрағына жауабын өзі бере қояды. Жоқ, мүмкін емес. Сондықтан да дүниені де, тіршілікті де Құдай жаратты дейді. Ал нағызында ғылым әлем қалай жаратылғанын 19 ғасырда жауабын беріп қойған болатын. Ал тіршілік қалай жаратылды? Оның жауабы 20 ғасырда табылды. Және де лабораториялық жағдайда дәлелденді. Оны дәлелдеген Стэнли Миллер дейтін ғалым болатын 1956 жылы. Оның пайымдауынша жаратушы мына қарапайым ғана найзағай. Осы найзағай бүкіл тіршілікті жаратты. Осыны дәлелдеу үшін Миллер бастапқы жердің атмосферасын анықтады. Ол қандай болған екен деп. Соны анықтағанда бастапқы жердің атмосферасы аммиак, метан, көміртек, көміртектің оксиді міне осындай құрамды болған екен. Және де су. Міне осы атмосфераны ол колбаға, яғни осы газдарды, осы атомдарды колбаға толтырып, ол колбеге су құйып, бу күйінде. Міне осындай химиялық сорпаны жаратып, сол сорпадан тоқты өткізеді. Енді найзағайды лабораториялық жағдайда жасалмайды ғой. Сондықтан да найзағайдың орнына тоқты қолданады. Тоқ та осындай найзағай сияқты искра береді ғой. Сол жаңағы химиялық бульоннан тоқ искрасын жібергенде жоқтан 22 аминоқышқыл пайда болады. Ал аминоқышқыл бұл тіршіліктің негізі. Ол аминоқышқылдардан РНК пайда болады кейін, РНК-ден ДНК пайда болады кейін, ал ДНК-ден өздерің білесіңдер, барлықтарымыз жаратылдық. Адам да, жануарлар да, өсімдіктер де. Міне өстіп лабораториялық жағдайда қарапайым ғана найзағай өстіп міне ойнағанда қарапайым химияны органикалық химия жасайды екен. Органикалық деген сөздің мәнін түсінетін боларсыңдар. Бұл тірі деген сөз. Яғни тірі емес химияны тірі химия қылып істейді. Аминоқышқылдар бұл органикалық химияға жататын құрамалар. Міне осындай жағдай. Сондықтан да жаратушы бар ма дегенде бар деуге де болады. Ал енді ол жаратушы кім дегенде ол кім емес, ол не? Ол мына біздің қарапайым көріп жүрген найзағайымыз. Найзағай жаратушы деуге әбден болады. Міне осы бүгінгі айтпағым. Бұл ғылым. Ғылымды білсек бәрін білеміз. Сондықтан да ғылымды қуынған дұрыс болар. Аман, сау болайық.